Армысыздар, құрметті Қуанышты медицина YouTube каналының тұрақты көрермендері. Бүгін мен сіздерге резидентураға, жалпы медицинада узкий мамандықты қалай таңдауға болатын жолдарды айтып түсіндіретін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі видео сіздерге 100% көмек беретініне сенімдімін. Мен алдыңғы жылы бірінші потокта 40 интернді дайындап, 37-сін өзінің қалаған саласына грантқа түсуіне көмектестім. Егер бұл кеңестерді орындайтын болсаң, сенде грантқа түсуіне шансың артады. Ең бірінші, достар, кез келген нәтижеге жеткен кезде мақсат қою керек. Яғни сен бір мақсат қоймасаң, шашыраңқы болады әрекетің. Ана салаға да қызығасың, мына салаға да қызығасың. Мысалы, базарда 5 көйлекті көрдің, 5-еуін де алғың келіп тұрды. Егер сен нақты өзіңнің запросыңды білмесең, мысалы, маған қыстық киім керек, немесе маған тойға киетін киім керек, немесе маған рабочий киім керек деген сияқты нақты мақсатың болмаса, сен бәрін алғың келеді. Кез келген ұсыныс саған күшті болып көрінеді, және де кез келген критика сені ол жолдан тайдырып жібереді. Біреу айтады саған: неотложканы не істейсің, лучше эндокринологияны таңда дейді. Біреу айтады: эндокринологияны не істейсің, лучше кардиологияны таңда дейді. Сен жалпы кішкентай бала сияқты 2 мороженныйдың 5 мороженныйдың арасынан 1 мороженый таңдай алмай тұрасың. Вроде бәрі ұнайды, вроде бәрі ұнамайды. Егер ондай болғың келмесе, мына видеоның соңына дейін көр. Ең бірінші, достар, мақсат. Мақсатқа жету өте оңай. Яғни сен резидентурада 50-ден асқан мамандық бар. Оның списогін қазір описанияға беремін. Сол мамандықтарды ашты. А4 параққа бұл саланың ішінен нақты таңдамайым дегендерді сызып таста. Мысалы, эндокринологияға бармаймын, реанимацияға бармаймын, анестезияға бармаймын. Нормально, егер көзі ашық интерн болса, ішінен 10 ғана 50 мамандықтан 10 ғана мамандық қалады. Кез келген интерн 7-6 курсқа келіп, бүкіл циклдан өттіңіздер ғой, білесіздер қай сала ұнайды, ұнамайды. Бұл біріншісі. Екінші, сол қалған 10 саланың ішінен, достар, мына сұрақты қойыңыздар. Бұл салалардың ішінен 100% грантқа түсетін шанс берсе, біреуін ғана таңда десе, или екеуін таңда десе, қай 1-2 мамандыққа түсетін едің? Уже сенің миың басқаша ойлайды. Так, мына ол мамандықтың бәрі ұнайды, бірақ 2-ақ қана шансым болса, мен кардиология мен реанимацияға түсем дегендей, осы екінші қадамды қолданасың. Құрметті интерн, егер сен де бізбен бірге бір ортада болып, резидентураның экзамендеріне дайындалып, грантқа түскің келсе, өзіңнің бабыңды шыңдағың келсе, барлық экзамендерге дайындалып, клиникалық мышлениең шыңдағың келсе, мен сені Dream Team обучениесіне шақырам. Бұл 1 жылдық мастер-майнд, бұл курс емес, бұл орта және де ұстаздар. Мен ғана емес, 20-дан асқан кураторлар, қай саланы таңдағың келсе, сол саланың кураторын тауып беретін боламыз. Сол саланың дәрігерімен бір ортада болып, сол салаға мықты дайындаласын. Сабақтар аптасына 2 рет болады, 3-ші күн және де 6-шы күндері сағат 20:00-де. Негізгі сабақтардың барлығын менің өзім жеке жүргіземін. Сызба методикасымен, интервалды қайталау методикасымен жақсылап білім беретін болам. Одан кейін көктемде біз ГОСТың тестіне дайындық бастаймыз. Тестінде дайындықта аптасына 5-6 күндік дайындық. Ол кезде де мықты менің кураторларым, қазіргі резидент дәрігерлер білім береді. Тесттен өтес, одан кейін екінші этаптан өтес, кейс-тестингтен, кейін жазда 1 ай демалып алып, шілдеден бастап өзіңіздің қалаған салаңызға грантқа түсуге әрекет жасайтын боламыз. Кардиологияны таңдайын десеңіз, кардиология тобы ашылады. Сол жерге кардиологияны таңдайтын өзіңіздің құрдастарыңызбен сол саланың резидент дәрігері келеді. Эндокринологияны таңдайын десеңіз, эндокринология тобы ашылады. Сол жерге өзіңіздің құрдастарыңызбен, ортақтастарыңызбен дәрігерлер келіп, сіздерге үйрететін болады. Осы кезге дейін, достар, алдыңғы бірінші потокта 40 интерннің ішінде 37-сі грантқа түсті. Сен де жақсылап дайындалсаң, 100% деп нәтиже бере алмаймын, бірақ грантқа түсу жиілігіңді 90%-ке дейін арттырып, үлкен дайындық болады. Мен сені Dream Team обучениесінде күтем. Қатысу үшін төмендегі WhatsApp кнопкасын басып, менің жеке консультацияма кел, екеуміз сөйлесеміз. Егер сен менің іріктеуімне өтсең, аламын. Кеттік. 3-ші қадам бұл өте маңызды. Жаңағы 2 салаң қалды ғой енді, или 4 сала қалуы мүмкін. Осы 4-2 саланың ішінен қай салаға грантқа мүлде түсе алмай қалсаң, платный оқуға дайынсың. Ол кезде нағыз жүрегіңді тыңдау керексің. Егер сен мен кардиологияны платный болса да оқуға дайынмын десең, міне ол сенің мамандығың. Бұл, достар, өте маңызды. Тағы да неге назар аудару керек? Біріншісі, сен 5 жыл, 7 жыл медицинада оқыдың. Осы оқыған жылдарыңның ішінде қай жүйе саған ұнады? Нерв жүйесі ме, қан айналымы ба, зәр шығару ма? Қай система саған ұнаған болса, сол системаны аласында, сол системаның ішінен мамандарды көресің. Мысалы, неврология ұнаса, нейрохирургия, неврология немесе реабилитация деген саланы кетті.
қан айналым жүйесі ұнаса ангиохирургия, кардиология, аритмология немесе терапия деген сияқты сол жүйенің ішіндегі мамандықтарды таңдауың керексің. Ең соңғысы 6-7 курсқа келген кезде аузыңды ашып жүре бермей, ең бірінші не істеу керек? Бірінші, әр 1 апта сайын, 2 апта сайын әр салаға өзіңді салып көр. Эндокринологияға барып көр, кардиологияға барып көр, травматологияға барып көр. Сол кезде сен таңдайсың, так, мына сала маған ұнамады, мына салаға мен қызықпадым, а вот мына салалар қалды деп. Егер осы кезеңнен өтетін болсаң, мақсатың айқындалады. Мақсат айқындалса, келесі қадамдарың дұрыс болады. Келесі қадамдарың дұрыс болса, грантқа 5-6 қадам жақындайсың. Егер де сен менімен бірге резидентураның қиын экзамендеріне дайындалғың келсе, төмендегі WhatsApp кнопкасына консультация деп жаз. Мен сенімен жеке сөйлесем, егер сенің көзіңнен жалындаған от көрсем, оқимын до конца сізбен барам десең, мен бұл обучениеге сені ала аламын. Ол үшін төмендегі WhatsApp кнопкасын басып, менің өзіме жекеге жазыңыз. Келесі видеоларда кездескенше.